Танграмм бұл ежелгі Қытай бас қатырғышы. Танграмм 7 пішіннен тұрады. Осы пішіндерді пайдалана отырып, басқа фигураны құрастыру керек. Танграммнан заттарды, жануарларды, адамды, сандарды құрастыруға болады. Танграммның шығу тарихы өте ерте заманнан басталады. Аңыз бойынша, Қытай императорының көптен күткен ұлы ойыннан басқаға көңіл бөлмейді. Император қалайда ұлын оқуға қызықтыру мақсатында ең танымал математик, суретші, философты шақырады. Олар бірге отырып осындай керемет квадрат ойлап табады. Соның арқасында баланың оқуға деген ынтасы оянады екен. Танграмм ойыны балалардың ережемен ойнау, образды ойлауын, қиялын, назарын, түстерді ажыратуын, пішіндердің көлемін, формасын түсінуге, қабылдауына, есте сақтауына, үйлестіру қабілетін дамытуға ықпал етеді. Танграммның өлшемін 15-15 етіп алдым. Ішкі кесінді өлшемдерін 1/5-3 см етіп бөлдім. Сол пішіндерді фетрге түсірдім. Ал тапсырманы орындағанда интернеттегі суреттерді пайдаландық. Бұл ойын балаларға өте қызық, көрсеткенде бастапқыда қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ балалардың жасына сай, кішілеу балаларға өзіңіз айтып отырып, көрсетіп отырып, өзіңіз сызған лекаланың үстіне сол фигураларды қайта құрастыруын көрсетсеңіз, балаға өте қызық. Бақылап қарасаңыз, біршама уақыт өткеннен кейін бала бірден өзі ойнап отыра береді. Зымыранды, көбелекті, кез келген затты жасауға болады. Сіздер де ойнап көріңіздер, бұл өте қызықты бас қатырғыш. Бұл танграммен әріптерді, сандарды балаларға қандай қиындық болып тұр қабылдауына, соны осы ойын арқылы түсіндіргенде бала түрлі түсті фигура ғой бұл жерде. Соны қабылдауы жеңіл. Әр ойнап отырып, баланың тілі ойын дейді ғой, ойнап отырып бала тез қағып алады. Менің лекалам мінекей. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.